Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, әрі оңай жасалатын рецептпен бөлісетін боламын. Сіздер үшін тойымды рецепт дайындап қойған болатынмын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп лайк басып қойды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 250 грамм жылы су және 250 грамм сүт және 1 шай қасық тұзды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп аламыз, ұнның барлығын толықтай саламыз және үстіне қопсытқыш салып, қолымызбен жақсы жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Илеп болған соң қамырымызды 10 минутқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Тартылған ет және майдалап туралған пияз, тұз және қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосып жақсылап араластырамыз. 10 минуттан кейін қамырды алып, ортасынан теңдей екіге бөлеміз және де бөлгеннен кейін және оны ортасынан бөліп, яғни қамырды 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Және әр қайсысын домалақтап шығамыз. Достар, барлық қажетті ингредиенттерді төменге әдеттегідей жазып қалдыратын боламын. Енді әр қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Арасына ұн сеуіп отыруды ұмытпаңыздар. Жақсылап жұқа етіп жайып шығамыз. Енді бізге ерітілген сармай қажет болады. Сармайымызды осылай толықтай қамырымыздың бетіне құйып, барлық жағына толықтай жағып шығамыз. Енді дайындап алған салмасын осылай дәл осы видеодағыдай жұқа етіп, әр жеріне, яғни 4 қамырға да жететіндей бөліп аламыз. Осылай бетіне қойып шығамыз. Енді дәл осы видеодағыдай қамырларымызды ораймыз. Айналдыра осылай орап шығамыз да, дәл осылай дөңгелетіп видеодағыдай жасаймыз. Мінекей, бірінші қамырымыз дайын болды. Барлығында қалған қамырларымызды да дәл осылай осы видеодағыдай 4 қамырымызды да дәл осылай жайып шығатын боламыз.
Қамырымызды формамызға саламыз, және де бір жұмыртқа және де бір шай қасық аз ғана сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. Барлық жағына толықтай жағып шығамыз, және де пешті алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған пеште 150-180 градустың арасында 35-40 минутта пісіріп аламыз, және қалауыңызша бетіне күнжіт себеміз. Мінеки достар, дайын болды. Өте дәмді әрі оңай жасалатын, дәмі аузыңыздан кетпейді. Дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Үй ішіне барлығына ұнайтынына сенімдімін. Бір жасағаннан кейін міндетті түрде қайта жасайтын боласыздар. Сіздер үшін тойымды әрі өте дәмді, оңай рецепттерді сіздер үшін салып отыратын боламын. Достар, менің арнамнан үнемі оңай, осындай пайдалы, тез дайындалатын рецепттерді бірінші болып үнемі көргілеріңіз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк басып, және пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Айгүл. Уақытыңызды бөліп, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.